Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте тез дайындалатын және де дәмді болып шығатын пиццаның қамырын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде 5 дана пиццаға қамыр дайындалған және де 1 дана пиццаның қамырының граммовкасын жазып қалдырамын. Бізге 880 грамм ұн қажет болады. Онда міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Үстінен 5 грамм қант қосамыз. 13 грамм ашытқынымызды саламыз. Он 15 грамм тұзымызды саламыз. Тұзды дрожжының үстіне салмаймыз, бөлек жерге, оның бөлек жеріне араластырып қоямыз. Енді үстінен 450 грамм жылы суымызды құямыз. Араластырып бастаймыз. Біздің қамырымыз өте қатты болады, сондықтан кішкене күш жұмсап илейтін боламыз. Басы біріккеннен кейін үстінен зәйтүн майын құямыз. Міндетті түрде тек қана зәйтүн майын қолданғандарыңыз дұрыс. Қамырымыз осылай дайын болады және де бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан соң қамырымыз осылай көтеріледі және де бірдей етіп 5 бөлікке бөліп аламыз. Мен осылай таразының көмегімен бөлдім. Бір пиццаның қамырының массасы 180 граммды құрайды. Дайын болған қамырларымызды ыдысымызға салып, зәйтүн майын құйып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Енді пергамент қағазының үстіне өздеріңіз домалақ етіп жайып, пиццаларымызды дайындауға кіріссеңіздер болады. Пиццаның соусы және де начинкаларын келесі видеоларда анық көрсететін боламын. Видеоларды өткізіп алмас үшін менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар.